2025 жылға облыстағы ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер мен ерте пісетін көкөністер сатып алу форвардтық келісімшарттар жасасу бойынша кездесу өткізді. Оған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, ауыл шаруашылығы азық-түлік нарықтары және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу департамент директорының орынбасары Шаймерден Ахметов және осы департаменттің ішкі сауда басқармасының басшысы Темірлан Маратов қатысты. Жиында елдегі барлық өңірлердің ауыл шаруашылығы кәсіпкерлік басқармалары мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілдерімен Түркістан облысында ерте пісетін көкөністерді егетін өңір шаруалары бас қосты. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадырағов ерте көктемде пісетін көкөніс өнімдерінің келер жылғы болжамдық есебін баяндады. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне көрсетілетін қаржылық қолдаулар туралы айтты. Ерте пісетін көкөніс, картоп, қырыққабат, пияз егетін шаруаларға биыл қараша айынан бастап кең дала бағдарламасымен қаржыландыруды бастаймыз. Сонымен қатар жеңілдетілген жанар жағармай, минералды тыңайтқыштар, лизингтік техникаларды беруге жан-жақты қолдауды көрсетеміз. Екінші тарапынан бүгінгі кездесуде әр облыс сіздермен алдын ала ниетті келісім жасалынып, сол келісіммен алдағы уақытта біздер нақты бағасы жан-жақты белгіленіп, екінші форвардтық сатып алу жөніндегі келісімге отырасыздар. Халықты жергілікті азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында 2025 жылға Түркістан облысы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерімен ерте пісетін көкөністерді сатып алу бойынша форвардтық келісім шарттар жасасу мақсатында облыстың 100-ге жуық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қатысып, картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат сынды өнімдерге ниет шарты жасалды. Министрлік өкілдері форвардтық келісім шарттың шаруаларға пайдасы жөнінде тілге тиек етті. Оның шаруаларға пайдасы қанша? Алдын ала қаражат төленеді шаруаға, сосын шаруа сол қаражатты пайдаланып, несие алып, пайызын төлеп жатпайды, соны алып, өнімді өндіріп, содан кейін шығарған өнімін нақты жеткізетін орны бар, сатушыны іздеп отырмайды. Причем қаражатта арзан келіп отыр, өткізу нарығы да белгілі болып отырады. Сондықтан осындай шартпен жасасақ деген ұсынысымыз бар. Сонымен халықты ерте пісетін көкөніспен қамтитын шаруалар өнімін қайда, қандай бағаға өткіземін деп бас ауыртпайтын болды. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат, Түркістан қаласы.